Сен қандай мұсылмансың? Жаратқан Жаббар біздерге қамшының сабындай болған бұл өмірдің арасында қандай екенін түсіндіріп, біздердің онда нені қатты жақсы көретінімізді келесі аятта былай ашық баяндайды. Бұл дүние тіршілігі бір ойын-сауық ермек қана. Егер иман келтіріп тақуалық танытсаңдар, Аллах сыйлықтарыңды береді, және сендерден ол үшін дүние сұрамайды. Егер сендерден қолдағы дүниеңді тұтастай Аллахтың жолында беруді талап ететін болса, онда сендерге ол ауыр тиіп сараңдық танытасыңдар. Содан кейін дүние қоңыздықтарың әшкере болар еді. Бұл аятқа байланысты белгілі тәпсірші ғалым Қатада былай дейді: Аллах тағала адам баласы мал-мүлікті жақсы көретін сонша, оны сарп етер кезде шекесі тұрысып, ашу келе бастайтын жағдайға жетеді. Ал бұдан кейінгі келесі аятта Аллах тағала біздің бұл өмірде не жасау керектігімізді ескертіп, әрі жігерлендіріп былай дейді: Негізінде сендер сол Аллахтың жолында мал жұмсауға шақырыласыңдар, алайда араларында сараңдық қылатындар бар. Ендеше кімде-кім сараңдық қылса, өзіне ғана сараңдық қылғаны. Өйткені Аллах еш нәрсеге мұқтаж емес, керісінше сендер оған мұқтажсыңдар. Егер Аллахтан бет бұратын болсаңдар, онда сендерді басқа адамдармен ауыстырады. Содан кейін олар сендер сияқты болмайды. Ендеше берілген аятты тарқатып айталық. Жаратқан Жаббар өзі жаратқан біз секілді адамдардың өмірде қалай және не істейтінімізді о бастан жақсы біледі. Сол үшін бізді жылтыраған өмірдің соңына түсіп, адасып кетпес үшін әрдайым осындай аяттар түсіріп, онда не жасау керектігін үйретіп мотивация беріп отырады. Алайда бүгінгі қоғамдағы кейбір мұсылмандардың сипаты көңіл көншітерлікте емес сірә. Олардың өмірге келгендегі басты мақсаты не? Зәулім үй, қаланың ортасында орналасқан мейлінше үлкен шаршы метрлі пәтер, қымбат көлік мінуді немесе қомақты қаражат тауып миллионер атануды өмірдегі ең үлкен жетістік санайды. Осы жетістікке жету үшін адамдар оңай ақша табуды көздеп түрлі марафондарға қатысып, жетістікке жеткендердің лекцияларын тыңдап, лотерея секілді ойындарға қатысып, бар дүниелерін оңай сарп етіп жатқаны жасырын емес. Ал оларға Құдайдың жолында құрбан шал, садақа бер десең, тиындарын санап қалып жатады. Қасиетті Құранда «Инна кулля шейин халақнаху биқадар». Расында біз әрбір нәрсені алдын ала белгілеген өлшеммен жараттық деген. Біз қанша зәулім үйге қол жеткізуге, бай болуға тырыссақ та, өлшеніп берген несібеден артық ештеңе табылмасымыз анық. Ал бұл өлшеулі несібеңнің өзі біреуді байлыққа жеткізеді, ал біреуді таршылыққа кенелтеді. Бірақ адам болғасын сол несібені алуға еңбектеніп, қашанда тырысып бағуымыз керек. Өкінішке орай бүгінгі кейбір мұсылмандар үлкен белестерге жетуге қатты ұмтыла бермейді. Немесе кішкентай ғана нәрсенің өзін қанағаттатып, одан басқа ештеңе істеуге құлқыда болмайды. Яғни оның бойында ешқандай әрекет жоқ. Бұл адамды құрдымға кетіреді. Бұхар бабамыз «Діл мұсылман болмаса, тіл мұсылман не пайда» дегендей, мұсылман болғаннан кейін дін үшін мен не істеуім керек? Дінге қандай қызмет жасауым керек деген сұрақты өзіне қойғандар бар ма арамызда? Жұма күні жұмысты тәрк етіп, жұртпен бірге жұма намазға барған мұсылманның барлығы бірдей тақуа емес. Сол сияқты өзін мұсылман санаған адамның барлығы бірдей толық кемел мұсылман бола бермейді. Өз тәжірибеме сүйенетін болсам, мен жоғары оқу орнында университетте сабақ беріп жүргенде дін оқитын студент жастардан сұрайтынмын: сендердің өмірдегі мақсаттарың не? Күнделікті бос уақыттарыңды қалай өткізесіңдер? Сонда 10-15 студенттің ішінен 2-3 ғана жауап беруге тырысады. Қалғаны жым-жырт отыра береді. Сосын жақсы, олардың қазіргі басты мақсаты сабақ оқу ғой деп, күнделікті сабаққа қанша уақыт бөлесіңдер деп сұраймын. Өкінішке орай бұл сұрақта тұшымды жауапсыз қалып жатады. Қазіргі қоғамдағы мұсылман жастардың бір бөлігі уақытын соткамен, көгілдір экранмен немесе көшеде шылым шегіп, екі аяқтың сорымен өткізіп жатады. Олардың бар ойлағаны: енді анау кино қашан шығады екен? Анау телесериал қашан шығады екен? Келесі iPhone немесе смартфон қашан шығады? Сонда оларда мұндай нәрселерден басқа ойлау қабілеті жоқ болғаны ма деп те таңданасың. Қолдары босап қалса, арзан нәрсеге әуестеніп, бір рет берілетін өмірді босқа өткізуге жаны қынжылмайды да. Қорқатын нәрсе негізі, себебі олардың нақты болашаққа қойған әрі ұмытылатын мақсаттары жоқ. Жарайды, қазіргі жастардың көбісі былай айтады: мен оқуды бітірсем, жақсы жұмысқа тұрып, ақша тауып, өзімді бағып қақсам, жағдайымды жасасам дейді.
Себебі оның ата-анасы оған кішкентайынан солай деп өсірген. Болды. Мына берілген өмірдің мәні сонда жұмысқа тұрып ақша табу ғана ма? Жоғарыдағы аятқа сәйкес, кейде сол ақшаны табу үшін бізден сұрамай-ақ, тегін денсаулық берген Құдай үшін оның жолында ақша шығар десе, шекеміз тырысып шығады емес пе? Сонда біздің анық өмірлік мақсатымыз болмаса, Құдайға деген қызметіміз болмаса, қандай мұсылманбыз? Жасыратыны жоқ. Расында көпшілік мұсылмандар осылай өмір сүріп жатырмыз. Өзге дін өкіліне Аллахтан тура жол сұрап дұға етуіміз керек дейміз. Бірақ сол дұға алдымен өзімізге қатты қажет секілді. Біз сондай ерекше заманда өмір сүріп жатырмыз. Жан-жағымыздың барлығы жылтырақ, алдамшы нәрселер өте көп. Кейде оның пайдалы не пайдасыз екенін аңғара алмай жатамыз. Абай атамыз айтқандай, бүгінгі өмір жарқылдап алдар бірақ. Егер дәл осылай Аллахқа да, өзіңе де пайдаң жоқ жүре беретін болсақ, не болатынын білесіз бе? Жоғарыдағы аятта айтылған жағдайға жетеміз. Яғни وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Егер Аллахтан бет бұратын болсаңдар, ол сендерді басқа адамдармен ауыстырады. Содан кейін олар сендер сияқты болмайды. Абу Жафар ат-Табари аятқа қатысты өзінің тәпсірінде былай дейді: Ей адамдар, егер бұл дінмен жүрмей, одан бас тартатын болсаңдар, сендерді жойып, онымен жүретін басқа бір адамдарды алып келеді. Абу Хурайрадан келген риуаят бойынша, бірде ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям осы аятты оқиды. Сонда оның жанында отырған Салман әл-Фариси пайғамбарға қарап, Аллахтың дінмен жүрмейтінін кімдер сонда дейді. Сосын ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям Салманның иығынан қағып, егерде дін аспандағы шоқ жұлдыздар секілді болғанда, парсы халқы оған өрмелеп, қармаланып болса да жететін еді, дейді. Әрине бұл жерде парсы халқы сахабалардан мықты деген емес, бірақ олар дінді ұстанса ықыласпен өте берік болады дегенді білдіреді. Расымен де кейінгі заманда тәпсір ілімінде имам әл-Бағауи, тіл ілімінде әс-Сибауи, Абу Хамид әл-Ғазали және тағы басқа осы сынды білімді, білгір ғалымдар парсы елінен шыққаны белгілі. Яғни біз меңзеген аяттың түпкі мағынасы уақытыңды бос өткізбей, осы кісілер секілді артыңда бір із қалдыруға ұмтылу керегін айтып тұр. Демек, бұл өмірге келгеннен кейін бір пайдалы дүние жасау керек екен. Егер олай жасамаса, онда біз жай ғана өмірде уақытын бос өткізіп жүрген мұсылманға айналамыз. Ал мұндай адам кімге керек? Тіпті үйдің өзінде азаннан кешке дейін жата берсең, атаның келіп, «Ей, жата бермей тірлік істесей» деп ұрсып береді. Дымсыз жүрсең, жаныңдағы ең жақын адамға да жақпайсың, ал жаратқанға жағамын деп ойлайсың ба? Мұндай мұсылмандар болашақ үмметтің соры. Бұлай жалғаса берсе, Аллах тағала ертең бізді кетіріп, орнымызға бізден де жақсы адам алып келері сөзсіз. Ислам ол тек мешітте отырып Құранды жаттанды түрде тілмен жүгіртіп оқи беретін дін еместігін жақсы түсінуіміз керек. Ислам ол өмір, ислам ол нақты мақсат. Ислам ол бесіктен көрге дейін өз-өзіңмен арпалысатын жихад. Ислам ол бұл өмірге саяхат. Ислам ол шыңы жоқ тау секілді. Онымен жүріп жоғарлаған сайын қиындыққа тап боласың. Бірақ мойымай ізденіп жүре берсең, шыңның үстіне жетіп, өзгеден еңсең биік болады. Мұны ардақты пайғамбардың өзі ісімен дәлелдеп кеткен. Сондай-ақ, ислам ол бұл өмірде өзіңнен басқа құдірет иесі барын біліп, соған қызмет ету. Қызмет еткенде де немқұрайлы, ықылассыз, жай атың мұсылман емес, атыңа сай лайықты болуға ұмтылу керек. Аллах тағала әркімді өзінше ерекше жаратқан секілді, сенің де сондай өзіндік ерекше жолың болу керек. Ешкімге еліктеп соқыр жүрудің қажеті жоқ. Өзіңнің өмірлік ұстанған бағыт-бағдарың болу шарт. Бұл туралы Юсуф сүресінде былай делінеді: «Құл хадихи сабили ад'у илаллахи аля басиратин». Менің жолым осы, Аллахтың жолына шынайы ақиқатқа көз жеткізіп барып шақырамын. Бұл аятқа байланысты жақсылыққа арқау болып, жамандықтан тыйылатын әрі Құранмен жүретін бұл менің жолым дейді ат-Табаридің тәпсірінде. Бұған қоса аяттағы араб тіліндегі басира сөзі нақты сеніммен, алдыңды болашаққа басқан әрбір қадамыңды нақты көруді меңзейді. Яғни біз әрбір әрекетімізді бойлап біліп, саралап, оның неге алып келетінін түсіне отырып жасауымыз керек. Бір сөзбен айтқанда, әрбір мұсылман алдымен өзін не үшін мұсылман екенін нақты біліп айқындау керек. Аллахтан өзге тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп
кәлима айтып қоя салмай, оның шынайы мағынасын білген, өзін өзі тани білген, өмірге келгендегі мақсатын айқындаған, әрі болашаққа баратын жолын нақты білетін, көкірегі ояу, көзі ашық мұсылман болуымыз керектігін айтып тұр Аллах тағала. Дәл осындай мұсылмандар қазіргі үмбеттің алға жылжуына қатты қажет. Кейбір мұсылмандардан сен не үшін мұсылман болдың деп сұрасаң, нақты жауап бере алмайды. Иә, ол бәлкім ата-анасы мұсылман болды, немесе туған жері мұсылман елі болды дейтін шығар. Бұл мұсылман үмметтің артта қалуының бірден бір себебі. Өйткені қазіргі кейбір мұсылмандардың өзі не үшін мұсылман екенін бойлап біле бермейді. Көзі ашық болу үшін, әрі дінге қызмет ету үшін арнайы медреседе білім алып, ғалым немесе мешіттің имамы болу қажет жоқ. Бізден талап етілетін тек қана жалқаулықты жеңіп, ақиқат жолында тапжылмай әрекет ету. Мәселен, бір бауырың жаман нәрсе жасап жатса, оны барып тоқтатып, дұрыс кеңес беруің керек. Бір кісі көшеде қоқыс тастап жатса, барып оның дұрыс еместігін жеткіз. Қоғамдық көлікте үлкенге орын бер, біреудің ауыр жүгін көтерісіп жібер. Осылайша аз да болса әрекетпен әуелі өзіңді түзейсің, сосын қоршаған ортаға пайдаңды тигізесің. Асыл пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде айтады: адамдардың ең жақсысы ол өзгеге пайдалы бола білген адам. Демек, дінге қызмет ету ол тек қана намаз оқып, Құран жаттау емес. Дінге қызмет ол қоғаммен бірге болу. Тағы бір хадисте ад-дину насиха, яғни дін ол насихат дейді. Бұл дегеніміз дінді біреуге барып қайта-қайта оның ашуына тиіп насихаттау деген емес. Мұндағы насихат әуелі сөзбен болады. Сөздің пайдасы тимесе, өз ісіңмен көрсетесің. Пайғамбардың кезінде исламның көптеген дұшпандары сахабалардың бір-біріне деген жылы қарым-қатынасын көріп, мұсылман болғандығы туралы деректер бар. Сондықтан бізді көрген өзге дін өкілдері сырттай қызығу керек. Осылайша адам әрдайым өзін тәрбиелеп, отбасына да, қоғамға да пайдалы болуға тырысса, сол сенің дінге қызмет етіп, шынайы мұсылман болғаның. Өйткені сен мұсылмандықты өз әрекетімен көрсетіп жатсың. Ал игілікке бастаған әрбір әрекет ол құлшылық жасаумен пара-пар болады. Қасиетті Құранның өзінде «Уа иманға келгендер және игі амал жасағандар» деп момын мұсылмандарға көп жерде үндеу тастайды. Яғни мұндай аяттарға иман келтірумен қатар амал да жасау керектігін ескертіп тұрғандай. Себебі амалсыз тек иман етудің өзі жеткіліксіз. Бұл ретте Абай атамыздың мына сөзі еске келеді: Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз қол емес. Ынталы жүрек шын көңіл, өзгесі хаққа жол емес. Сол үшін шынайы мұсылмандық ол жүрегінде жасырынған иманымен емес, сондай-ақ жасаған амал әрекетімен бағалану керек. Қазіргі зымырап өтіп жатқан уақытта алма піс аузыма түс деп жататын уақыт емес. Бәсекелестік заманда әрдайым ізденісте, әрекетте болуымыз керек. Құранда жалғыз аты аталған Мәриям анамыздың өзі Иса пайғамбарды жырақта, шалғай жерде дүниеге алып келген уақытта қатты шаршап қиналады. Ол бір шөлде құрма ағашының жанына келіп саялап отырады. Сол уақытта жаратқан Жаббар оны жігерлендіру үшін, әрі баланы емізуге күш-қуат жинау үшін жанындағы құрма ағашын сілкі деп бұйырады. Әрине, жаңа ғана босанып, онсыз да әбіржіп отырған Мәри анамызға талдан құрма жемісін өздігінен сүре салса, оған Құдайдың құдіреті жетер еді. Бірақ Аллах тағала осы жағдайды баяндау арқылы бізге қандай жағдай болмасын, талды сілку секілді мақсатқа қол жеткізу үшін ұдайы әрекет жасау керектігін біздерге ескертіп тұрғандай. Сөзімізге тұздық болу үшін Абай атамыздың «Ғылым таппай мақтанба» атты өлеңіне зер салайық. 5 нәрсеге асық бол деп талапты, еңбекті, терең ойды, қанағат пен рахымды асыл істер қатарына жатқызып, сонымен қатар 5 нәрседен қашық бол деп жаман істерге өсек өтірік мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ секілді қасиеттерді жатқызған. Демек, тіл мұсылман емес, діл мұсылман боламын десек, жалтыраған өмірге алданбай, өсек аяғынан аулақ болып, ықыласпен, ниетпен бойындағы жалқаулықты жеңіп, болашаққа нақты мақсат қою арқылы әрдайым әрекет ету керек. Сонда ғана мұсылмандықтың шынайы атына лайықты әрі дінге қызмет етушілерден болады екенбіз.